Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен біргелікте дәмді борщ жасаймыз. Қызып тұрған қазанға сұйық майды құйып, туралған еттерімізді салып, тұз салып жібересіздер де қуырасыздар. Енді туралған пияздарымызды салып, қайта қуырамыз. Пияз етті жақсылап қуырып болған соң, сәбіз, картопты салып, қайта қуырасыздар. Томат пастасын салып, қайта қызартырып қуырасыздар. Енді туралған капусталарды саламыз. Барлық қоспаны жақсылап араластырып аласыздар. Енді суды құйып, дәміне қарай тұзды саласыздар. Және универсальный приправаларыңыз болса, оны да салып жіберіңіздер. Және қызылша салуды ұмытпаңыздар. Бір қайнаған соң кинзаны салып араластырасыздар. 1 сағатта тамақ дайын болады. Борщ тағамын қаймақ немесе майонезді салып, бетіне укропты салып жібересіздер де дастарханға ұсыныңыздар. Ас болсын, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.